Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан қытырлақ, сочный, дәмді болып жататын самсаның рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге алдымен су, тұз, ұн керек болады. 800 грамм ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Үлкен қасықта 1 қасық тұзды 500 грамм суымызға салып араластырамыз. Суымызды осылай аз-аздан құйып, қамыр илейміз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап осылай қамырымызды басып илейміз. Осылай илеп болған соң тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Нанымызды осылай екіге бөліп аламыз. Бірінші бөлігін осылай жаямыз. Нанымызды қатты жұқада емес, қатты қалында емес, средний көлемде жаямыз. Сливочный масланы осылай ерітіп, үстіне жағып шығамыз. Екінші нанымызды дәл солай жайып, средний көлемде жайып, үстіне жайып шығамыз. Бұл қамырымыздың үстіне де сливочный масланы жағып шығамыз. Сосын видеода көрсетілгендей тығыз қылып ораймыз. Осылай орап шығамыз. Морозилкаға 2 сағатқа қойып қоямыз. Бұл уақытта салмасын тураймыз. 3 пиязды осылай ұсақтап тураймыз. 4 картошканы да осылай ұсақтап турап аламыз. Құйрық май қосамыз кішкене. Ол самсамызды сочный етеді. Фарш қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша приправалардан қоссаңыздар болады. Мен шашличный приправа, бұрыш, тұз салдым. Біздің тестамыз морозилкада 2 сағат тұрды. Енді осындай бөлектерге бөліп аламын. Әрбір бөлген бөлектерімізді ұнға осылай батырып басып аламыз. Салмамызды араластырамыз. Енді осы видеода көрсетілгендей средний көлемде самсаларымызды жаямыз. Начинкасын салып, осындай формада түйеміз. Самсаларымызды түйіп болдық. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз. Бетіне қаласаңыздар күнжіт сепсеңіздер болады. Яған күнжіт ұнайды, мен сол себептен сеуіп шықтым. Енді самсамызды қызып тұрған пешке 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз көп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Өте керемет болып шықты. Сочный, слоеный болып.
өте дәмді, менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.